Сендермен тағы да Берипикс. Бүгін WhatsApp'тан келіп қалған сөздер бар екен. Мен бәрін аударып шықтым. Енді мен міндетті түрде осыны YouTube'қа салуым керек. Және айтып түсіндіруім керек. Ал ендеше сендер мұқият тыңдаңдар. Мен міндетті түрде бәрін анық айтатын боламын. Бұл жерде тек қана сөздер достыққа байланысты, тағы да басқа атаулар, есімдерге байланысты сөздер келіп түсті. Ал бастайық, дайынсыңдар ғой, Ең бірінші біздегі сөз ол friend. Friend. Дос деген мағынаны білдіреді қазақша. Екінші сөз ол fellow. Fellow. Жолдас деген мағынаны білдіреді. Яғни сенің досыңды жолдас дейді ғой, соны жолдас дейміз. Үшінші сөз girlfriend. Қазақтағы сөз бар, жүретін қыз, яғни баланың жүретін қызына атайды. Және boyfriend. Жүретін бала, яғни қыздың жүретін баласы, жігітін айтады, былайша айтқанда. Relative. Relative ол туыс деген мағынаны білдіреді, туысқан деген мағынада қолданады. Және fella деген ол да дос деген мағынаны білдіреді. Одан кейінгі сөз classmate, сыныптас деген мағынаны білдіреді. Cosmate, курстас деген мағынаны білдіреді. Жалпы mate деген сөз осындай cosmate және тағы да classmate деген тағы да басқа сөздерге қосымша артына жалғана береді. Себебі бұл mate деген сөз жалпы дос, жолдас деген мағынаны білдіреді. Одан кейінгі сөз partner. Партнер деген орысша партнер деген сөзден шыққан, құрдас деген мағынаны білдіреді. Одан кейінгі сөз comrade. Құрдас деген мағынаны білдіреді. Өзім бірінші рет естіп тұрмын. Comrade. Одан кейінгі сөз companion. Білесіздер ма, осы сөзді мен біріншісінде алдыңғы жылы естіген кезінде companion деген сөз естігенде компания деген мағына білдіреді ма деп ойлап қалғам. Сөйтсем бұл жолдас деген мағынаны білдіреді екен. Таң қалып отырмын. Жай ғана companion деген сөз жолдас деген мағынаны білдіреді екен. Сіздер де осылай шатаспамаңыздар. Кейде ағылшын сөздер осылай аударылып кете береді. Одан кейінгі сөз elder brother. Үлкен аға деген мағынаны білдіреді, яғни elder sister. Үлкен әпке деген мағынаны білдіреді, яғни әпке деген мағынаны білдіреді. Elder brother аға, elder sister әпке. Бұл жерде мына brother мен sister'ның ешқандай қызметі жоқ. Бұл жерде elder'ның қызметі бар. Elder деген ол ағылшын тілінде үлкен деген мағынаны білдіреді, яғни старший деген мағынаны білдіреді. Старшая деген мағынаны білдіреді, яғни үлкен аға, үлкен әпке деген мағынаны білдіріп, осы екеуі мына brother мен sisterге қызмет атқарып тұр. Ал енді бұларды кішірейту үшін younger деген сөз қолданасыз. Younger brother іні деген мағынаны білдіреді. Younger sister қарындас, сіңілі деген мағынаны білдіреді. Ал былайша тікелей перевод жасайтын болсақ мынандай. Таңғалмаңыздар. Younger brother кіші іні, younger sister кіші қарындас деген мағынаны білдіреді. Ал біз оны қазақ тілінде нақты жеткізу үшін жаңағыдай аударуымыз керек. Түсінікті ғой, келесі журналдың келесі бетінде де тағы сөздер бар. Так. Бізде 4 минут 35 секунд бопты уже айтып жатқанымызға. Ендігі сөз опаңай сөздер, оларды сіздер міндетті түрде кез келген жерде кездестіресіздер деп ойлаймын. Dad ата деген мағынаны білдіреді. Pa
әке деген мағынаны білдіреді. Ағылшындықтар еркелетіп, әкелерін еркелетіп па дей салады. Мысалы бізде де әкені әке тағы басқа қалай айтады? Папа деп айтаймыз ғой. Және кейбіреулер па деп мына ағылшындықтар секілді еркелетіп айтады. Яғни па деген сөз ол әке деген мағынаны білдіреді ағылшында. Одан кейінгі сөз parents ата-ана деген мағынаны білдіреді. Parents ата-ана деген мағынаны білдіреді. Яғни баланың ата-анасы деген сөз. Mother белгілі деп ойлаймын. Осы сөз сіздерге белгілі. Еш қателеспеңіздер. Мектеп кезінен белгілі сөз. Mother, mom, mommy. Бұл сөз де ана деген мағынаны білдіреді. Жалпы ана. Енді тағы бір ерекше нәрсе айтып кетейін сіздерге. Mommy деген сөз тағы да бір мағынаны білдіреді. Екінші мағынасы да бар. Кейде осы мен берипикс қателесіп бізді алдады деп жүрмеңіздер. Mommy деген сөз тағы да бір мағына білдіреді. Ол мумия деген мағынаны білдіреді. Мумия деген мағынаны білдіреді. Екінші мағынасы да бар. Мен айтып жатқан бұл жерде сөздердің кейбір жалпы қазір көрші мен телефоным зарядта тұр. Мынада жоқ. Бұл жерде ешқандай сөз жоқ екен, бірақ мына жерде companion деген сөз бар. Бұл тағы да екінші мағына білдіру мүмкін. Бұны Google-дан іздеп, не болмаса переводчиктен іздеп көріңіздер. Мен жалпы тек бір мағынаны білдіреді және синонимдес сөздерді жазып отырмын. Көріп отқандай атаулар қай жерге келіп еді? Cousin деген сөз келеді. Бұл жиен деген немесе жезде деген мағынаны береді. Соны қателесіп тұрмын мен ойымша жезде деп алдым. Бұл жерде мен жезде деген сөз. Cousin деп аталады. Одан кейін aunt. Сіз мына сөзбен сатастырып алмаңыз. Aunt деген бұл екеуі бірдей аталады, бірақ жазулар басқаша. Ал бұлай U әрпі A-ден кейін U жазылатын болса, ол үлкен әпке деген сөз. Яғни северліктер, яғни солтүстіктер оны тәте дейді ғой. Ана кәрі қыздарды, не болмаса тұрмысқа шығып кеткен қыздарды тәте дейді. Ал бізде оңтүстікте тәте деген сөз ол ағаларға қолданатын сөз. Ағаны тәте дейді. Ал солтүстікте тәте дегенді қыздарға қолданады, кәрі қыздарға. Сондықтан осы жерден де шатастырып алмаңыздар. Және мына жерде ант деген айтып кеткен екеуі бірдей айтылады. Енді екінші мағынасын айтып кетейін. Мынау осылай ант деп естіп қалсаңыз, кейбіреу ағылшындықтар ант деп қояды ғой. Тұра тұрыңыз. Мен шайымды ішіп алайын. Кейбіреулер ант дегенді естіп қалсаңыз, бұл құмырсқа деген мағынаны білдіреді. Мынау басқа екеуін жазуларына көріңіздер. Мына жерде айырмашылық U қосылып тұр. A-ден кейін U қосылып тұр. Сонда ол тәте деген мағынаны білдіреді. Айтып кеттім жаңа ғана, тәте, үлкен әпке немесе кәрі қызды солай атайды. Одан кейінгі сөзіміз dude. Бұл да оп-оңай сөз dude. Орыс тілінде ол пацан деген мағынаны білдірсе, қазақ тілінде жас баланы айтады. Яғни 12, 13, 10 жастағы балдарды dude деп атайды. Dude. Одан кейінгі сөзіміз kid. Kid деген ол сәби. Және тағы бір сөзді қоса салайын. Kidnapper деген ол сәби ұрлаушы деген мағынаны білдіреді. Яғни сәбиді ұрлап кететін адамдарды сәби ұрлаушы дейді. Kidnapper деп атайды. Осы сөз есіме түсіп кеткен екен, қоса салдым. Сіздердің сөздік қорларыңыз көбею үшін. Және ең соңғы сөзіміз ол child. Сіздер естігесіздер ме осы сөзді? Children деп атайды кейбір кездерде. Ол бөпе деген мағынаны білдіреді. Ал children оның көпше түрі. Яғни ол ережеге бағынбайды. Кейбір ағылшын тілдері де бар. Мысалы boys болып кетеді.
бой деген бала, ал бойс деген балалар. Ал кейбір ағылшын сөздері бар, мүлде ережеге бағынбайды. Мысалы, choose болса, ол тіс болса, cheese болып кетеді. Яғни тістер болып кетеді. Көрдіңіздер ғой, осылай ағылшын сөздері бар. Бұл жерде де child мына жерде тұрған child бөпе болса, children бөпелер деген мағынаны білдіреді. Көрдіңіздер ғой, мен міндетті түрде анық түсіндірді деген ойдам. Егер күнделікті осындай жақсы сөздер үйреніп жаттағыларыңыз келсе, ерінбегілеріңіз келсе, ағылшын тілін білгілеріңіз келсе, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, басқа да достарыңыз шақырыңыздар. Және мен міндетті түрде комментке астына тақырып қалдырсаңыз, мысалы қыс туралы тақырып болсын, ауа райы туралы тақырып болсын, не болса жеміс тақырыптар, жануар, барлығын айтатын боламын, ютубқа шығаратын боламын. Сіздер тек қана маған жазып жіберіңіздер. Маған осылай дәптерге жазған оңай, электронды түрде де жаза аламын, бірақ электронды түр ол көп уақыт созады. Оның үстіне ол жерде кейде озвучка дұрыс жүрмей қалады, сол кезде қателік көп кететін болады. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Сіздермен болған Берипикс, рахмет.